Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қымбат достар, Отбасы банк өзінің ресми сайтында бақытты отбасы бағдарламасының жаңа концепциясын сайт толыққанды шарттарын жазып қойыпты. Шарттарын көрдім, оқыдым, сіздерге осы пайдалы ақпарат жөнінде бейнеролик түсіріп беруді жөн көрдім. Мақсатпен YouTube каналын тамашалап отырсыздар. Бұл каналда 200-ден астам баспана мәселесіне байланысты бейнероликтер бар. Подписаться, басып қойсаңыздар, мен үшін үлкен қуаныш. Бүгінгі тақырып бақытты отбасы бағдарламасы жаңа шарттары. Енді алыстан алып келеміз, ең бастапқыда бақытты отбасы бағдарламасына кімдер қатыса алады? Бұның алдын бақытты отбасы бағдарламасына көп балалы отбасылар, толық емес отбасылар, мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасылар қатыса алатын. Жаңа концепцияға сай Отбасы банкының ресми сайтында 4 қана категория көрініп тұр. Көп балалы отбасылар, жетім бала категориясы бойынша тұрғын үй кезегінде тұрған жандар, бірінші, екінші категория мүмкіндігі шектеулі жандар, мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасылар. Толық емес отбасын мүлде жазбаған. Енді мен мына жазып қойдым да белгісіз деп қойдым. Бірақ ескере кететін жай тағы да айтамын. Отбасы банкының ресми сайтында тек қана осы 4 категория көрініп тұр. Одан кейін мынандай түсінік болу керек, міне бірінші, екінші категория мүмкіндігі шектеулі жандар, үшінші категория қатыса алмайды. Және, мысалы сіз белгілі бір қалада, облыста бақытты отбасы қатыссаңыз, тек қана сол қаладан пәтерді ала аласыз. Ол жөнінде қазір мен сіздерге айта кететін боламын. Қандай пәтер ала алатыныңызды. Бақытты отбасы бағдарламасының негізгі шарттар: 2%, 2,5% банктік пайыз, 10% бастапқы жарна. Енді Қазақстанның көптеген қалаларында бақытты отбасы бағдарламасы бойынша, нұрлы жер, шаңырақ бағыты бойынша әкімдік, тұрғын үй фонды, тұрғын үй басқармасы егер бюджет болған жағдайда тұрғын үй сертификатын береді. Тұрғын үй сертификаты дегеніміз не? Тұрғын үй сертификатын кімдер алады деген сұрақ туындаса, осы менің Мақсатпен деген YouTube каналымда видео деген басастырда сол жерде бейнероликтер бар. Көріп зерттеп шығыңыздар. Тұрғын үй сертификаты деген қайтарымсыз ақша, әр қалада, ауданда өз бағанағы сомасы бөлік, қайтарымсыз бастапқы жарнаға деп берілетін ақша. Бірақ енді ойлап қалмаңыздар, тұрғын үй сертификатына деп берілген ақша міндетті түрде бастапқы жарнаға берілу керек деп. Жоқ достар, белгіленген сома, бейнероликтерді міндетті түрде көріп шығыңыздар. Несие мерзімі 20 жыл деп айтылады, бірақ жалпы практикада 14 пен 16 жылға дейін көп жағдайларда беріледі. Баспананы тек әкімдік соққан үйлерден ғана алуға болады. Егер сіз Мақсатпен YouTube каналынан алдыңғы бақытты отбасы деген бейнероликті көріп түсінбей отырсаңыз, ол жерде айтқам, өзіңіз таңдайсыз, ала бересіз, тағы да басқа деген. Қазіргі бақытты отбасы бағдарламасы бойынша сіз тек қана әкімдік соққан үйлерді ғана аласыз. Бұрын нұрлы жер шаңырақпен бөлушетін еді ғой, енді бақытты отбасымен де сол үйлерді алатын боласыздар. Ескере кететін жайт, бірақ оның бір кереметтілігі, біріншіден шаршы метр бағасы арзан. Міне, көрдіңіздер ме? Үй көп жағдайларда ремонтпен беріледі. Көп жағдайларда ремонтпен беріледі. Мысалы, бізде Астанада жақында конкурс өтті. 2 бөлмелі пәтерлер 10 миллионнан болды. Бағана квадратурасы үлкен еместер. 1 бөлме квадратура үлкен еместер 6 миллионнан болды. Квадратура үлкен 1 бөлмелілер 8 миллионнан болды. 2 бөлмелілер 13 миллион 200-ден болды. 3 бөлмелілер 17 миллионнан болды. Мысалы, енді естіген сыбыстарымыз бойынша мүмкін осы жылы тағы да осы бағыттарда үйдің бағасы шамалы қымбаттауы мүмкін деген әңгіме бар. Мен айтып өттім, несие мерзімін айттым, шаршы метр арзан, көп жер ремонтпен дедім, конкурс 6 ай беріледі. Бақытты отбасы бағдарламасы жалпы қалай өткізіледі? Қысқа да нұсқа айтып берейін. Міне, осы категориялар, әзірге айтып отырмын ғой, ресми сайтта тек қана 4 категория тұр деп. Конкурс басталды деген кез Отбасы банкының баспана маркет деген сайты бар, сол қырыстарда өтінім беретін боласыздар. Одан кейін шешімін күтесіздер, шешім шыққан. Шешімін шыққаннан 3 тізім болады. Негізгі тізім, резервті тізім, және өтпей қалған жандар. Өтпей қалған жандар, сіздер өздеріңіздің бақтарыңызды нұрлы жер шаңырақтасында көрсеңіздер болады, немесе басқа да бағдарламаларға қатысасыздар. Кім резерв тізімде тұр, енді күтпей өздеріңіздің шешімдеріңіз. Кім өтті, енді сіздер дәл сол қала аудан бойынша өздеріңізде конкурстық үйлер болған, тағы бір конкурс болған күтесіздер ғой. Получается, бір конкурсқа қатысып негізгі тізімге өтесіздер, келесі конкурсқа қатысасыздар да үйге өтесіздер, одан кейін барып банкке төлем қабілеттілігін растайтын боласыздар. Кеттік әрмен қарай. Енді бақытты отбасы бағдарламасы бойынша табысының 2 түрі бар. Енді негізгі бағдарламаға қатысу үшін бірақ бірден айтып қойын. Мына негізгі тізім табыс міндетті түрде болу керек. Міндетті түрде сізде негізгі табыс болу қажет. Негізгі табысқа деген жалақы, кәдімгі жұмыскердің алатын өтеулі шарт бойынша алар жалақы, под угрозой услуг дейді. Жеке кәсіпкердің табысы,
тұрғын үй төлемдері, стипендия. Енді жаңа концепция бойынша мен қарап отырсам, тұрғын үй төлемдері негізгі табысқа кіргізіп қойыпты. Анау жыл тұрғын үй төлемдері қосымша табыс болып саналатын. Енді жаңа концепцияда қалай жазылып тұр ресми сайтта, мен сіздерге солай жеткіздім. Қосымша негізгі табыс түрі бар болған жағдайда, егер сіз бағдарламадан өтіп банкке барып төлем қабілеттілігін растайтын кезде табысыңыз жетпей тұрса, сіз өзіңіздің бағанағы пособияңызды тартсаңыздар болады. Көп балалар мысалы пособия алады. Одан кейін бағанағы мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасылар пособия алады. Көрдіңіздер ма? Негізгі табыс болған жағдайда ғана сіздер өзіңіздің пособияңызды табысыңыз жетпей жатса, қосымша табыс ретінде тартсаңыздар болады. Енді мына бір кісілерде сұрақ туындауы мүмкін. Мүмкіндігі шектеулі жандар бірінші, екінші категория. Кейбіреулер не трудоспособный. О кісілер қалай болады екен? О кісілер негізгі табыс түрі көбісінде болмайды ғой деп. Мен өзім жеке пікірім, тағы да айта кетем, ол жөнінде концепцияда жазылмаған. Мен өзім жеке пікірім, скорее всего, логикаға сай келетін болса, бұл тек қана бірінші, екінші категория мүмкіндігі шектеулі жандарға өздерінің пенсияларын негізгі табыс ретінде қолдануға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Бұл мен жеке өзім пікірім. Егер оларға пенсияны негізгі табыс ретінде қолдануға мүмкіндік бермейтін болса, онда қалай болады? Ол әділетсіздік қой. Мен ойымша солай болады деп ойлаймын, достар. Жақсылап тыңдап отырсыздар ғой. Мына негізгі табыс болған кезде ғана қосымша табыс тарта аламыз пособияларды. Енді мысалдар. Сіздің табысыңыз жеткілікті болып тұр. Міне, бақытты отбасыға қатыстыңыз. Одан кейін бағанағы сіз мысалы қатысып отқан қалада конкурсына идама болды, соған қатыстыңыз. Банкке төлем қабілеттілігін растауға бардыңыз. Банкке бардыңыз, табысыңыз жеткілікті болып тұр. Сізге созойымшік керек емес. Табысыңыз банкке бардыңыз, жеткіліксіз болып тұр. Сіз 2 созойымшік тарта аласыз. Қатысушыда табыс жоқ, жұбайында бар. Ештен кетпейді. Мысалы көп балалар. Өздері үйде балалармен отыр декретте, жұбай жұмыс жасайды. Ештен кетпейді. Сіздің орныңызға жұбайыңыз табыс растай береді. Жұбайыңыз табыс растаған кезде, бірақ сіздің пособияңыз қосымша табыс ретінде қолданса болады. Плюс жұбайыңыздың табысы жетпей жатса, 1 созойымшік тартасыз. Сіз айтып едіңіз ғой, 2 созойымшік деп, мысалы, айтып қалуы мүмкін адамдар. Достар, қатысушы, күйеуін тартты, күйеуінің өзі уже бірінші созойымшік. Тағы 1 созойымшік тартылады сондықтан. Ары кетсе 2 созойымшік тартылады қатысушы. Табыс жоқ болса, мүлде, онда бағдарламаға қатысамайсыз. Енді бақытты отбасыда не өзгерді? Бірінші, 2 категория қосылды, толық емес отбасы белгісіз. Әлі де айтып отырмын ғой, жүрегімде бір үміт оты бар, сондықтан алынып тасталынды демей, белгісіз дей берейінші, бірақ сайтта алынып тасталынған енді жоқ уже. Үйді тек әкімдік соққан үйлерден алуға болады. Оны айттым бағана, конкурстық күтесіздер, тек қана бұрынғыдай екінші нарықтан, бірінші нарықтан өзіміз таңдау деген мәселе жоқ. Плюс 15 миллион деген үй бағасында шектеу жоқ. Қазір мысалы қалай бақытты отбасы бойынша? Көп жандар 3 бөлмелі пәтерге өтіп отыр, 3 бөлмелі пәтердің бағасы орташа есеппен 17 миллион 500 шығып отса, 15 миллион бағанағыдай. В рамках бақытты отбасы дейді. 15 миллион 10% құяды, 1,5 миллион сөйтеді да, қалған 17 миллион 500 болса да, мысалшы, 2,5 миллионды өз қалтасынан құяды. Түсінсіздер ғой, қазір бақытты отбасы бойынша лимит 15 миллион теңге сумма займы. Получается, 15 миллион, мысалы, сіздің үйіңіз 17 миллион 500 тұратын болса, сіз 15 миллион береді ғой в рамках бақытты отбасы сізге. Сіз 15 миллион 10% құясыз. 1,5 миллион бастапқы жарна ретінде. Плюс ар жағында 2,5 миллион өз қалтаңыздан құясыз. Мен сондай жағдайлар болмау үшін мүлде лимит дегенді алып тастап отыр. Яғни бұл дегеніміз, келесі жылы сіз бақытты отбасы бағдарламасына қатысып, 3 бөлме, 4 бөлмеге өтіп отсаңыз, үйіңіздің бағасы 20 миллион тұрса да, 25 миллион тұрса да, банк оны сізге ипотекаға рәсімдеп беретін болады. Төлем қабілеттілігіңіз жеткен жағдайда. Табыс бойынша 3/1 күнкөріс деңгейін аспау керек деген шектеу жоқ. Осы мәселе бойынша ішім саған уайымдайтын көп деген адамдар үшінші. Андай жалпыға 3/1 күнкөріс деңгейі деген қоя салуға болмайды. Жарайды. 3/1 күнкөріс деңгейі деген алып тасталынуда. Ондай болмайды табыс бойынша шектеу тағы да басқа деген. Көп балалар бойынша шығысқа барша балалар теңгізеді. Жақсылап тыңдаңыздар. Жақсылап тыңдаңыздар. Мен осы конкурста жүріп, көптеген мыңдаған адамдарды конкурс бойынша бағанағы қатысып, ұтуына бір Алланың көмегімен көмектескен жігіттердің бірім, сондықтан бірден айта кетейін сіздерге. Бұрын қандай етін? Мысалы, көп бала отбасы ретінде тұрғын үй кезегінде тұрдыңыз. 2 балаңыз кәмелеттен асып кеткен, 2 аспаған.
Сіз банкқа барған кезде расход ретінде шығыс. Әр адамға базовый потребительский корзина дейді да, отбасы банк. Бағана бақыт отбасы бойынша 5 МРП, Нұрлы жер шаңырақ бойынша 10 МРП алып тастайды, білесіздер ғой. Сол секілді бұрын былай етін, кәмелетке толып кеткен балаларды әрине статус присваивать ету үшін отбасы мүшесі ретінде көрсететіміз, бірақ шығыс тек қана кәмелетке толмаған балалар ғана саналатын. Соңғы өзгертулерге сәйкес шығыс кәмелетке толған балаларға да саналады. Естеріңізде болсын. Егер қазір сіз өзіңіздің табысыңызды әдемілеп, бағанағы мен табысым жеткілікті, мен бақытты отбасыға қатысам, көп бала аламын, тағы да басқа деп қарастырып жүрсеңіз, осы сәтте ескеріңіз. Шығыс барша кәмелетке толып кеткен балаларыңыздың бәріне есептелетін болады. Олардың бәрі банкқа келу керек болады. Банкқа сіз өтінім беретін кезде. Егер банкта депозиттар жоқ болса, анкетасы жоқ болса, анкета ашу керек болады банктан. Удостоверениесін сіз өзіңізбен бірге алып келесіз. Немесе бағана басқа қалада болса, сол жердегі банктың бөлімшесіне барады. Кредит жауап справка келу ыңғайлы еді, осы бар ғой. Өте ыңғайлы еді. Мысалы, келетін адамдар банкке барады, төлем қабілеттілігін растауға. Бір кредит шықпаса, жарайды дейді, баратында кредитін жауып, справканы бере салады, ипотеканы дальше оформить етіп кете беретін. Қазір ондай емес, енді бақыт отбасы бойынша да, Нұрлы жер бойынша да. Қазір сіз кредитный бюроны обновлять еткен күтесіз. Бұрын қандай еді, мысалы, біраз уақыт бұрын. Сіз мысалы төлем қабілеттілігін келдіңіз, 20 мың теңгеде табысыңыз жетпей қалды. 20 мың кредитім бар, как раз соны жабасылайыншы. Қазір олай болмайды. Кредитіңіз жабас, ол кредит обновляция ету керек, одан кейін ғана барып, сіз бағана несиеңізді жалғастырып кетесіз. Бұл қай жағдайларда? Табысы жетпей тұрған адамдарға деп айтып отырмын, достар. Жалпыға ортақ емес. Егер сіздің табысыңыз жетіп тұрса, бағана кредит сізге мешет етіп тұрмаса, бұл мәселе сізге мүлде қажеттілігі жоқ. Бұл андай кісілерге да, мысалы, төлем қабілеттілігін растауға келді, табысы жетпей қалды. Енді қараса кредиттер тым көп. Ондай адамдар көп болған, алатында кредиттарын жауып жере салатында, банктан жүгіріп барып справкаларды алып келетін, мен кредиттарым жапты, мен табысым жету керек деген кезде банк, кредиттарыңыз жапсаңыз, табысыңыз жетіп тұр, рәсімдей береміз деп кете беретін. Енді ондай болмайды. Банк айтады, ренжімеңіз, табысыңыз жетпейді. Сізге төлем қабілеттілігін растауға белгілі күн берілген, осының арасында банкта обновление болса, обновление болып, болмаса созайымшы іздейсіз дегендей. Одан кейін төлем қандай болады? Бір бөлмеліге, мысалы орташа есеппен алдым да, бір бөлмелі 10 миллион дейтін болсақ, 14-16 жылға ай сайын төлем 52 мың. 2 бөлмелі 15 миллион дейтін болсақ, 78 мың теңге. 3 бөлмелі 20 миллион тұратын болса, 104 мың теңге 2%-пен 14-16 жылға. 4 бөлмелі 25 миллион тұратын болса, 130 мың теңге. Қазір бұрын система 14-те 6-ға беретін, қазір 16 жылға беретін болыпты. Бақыт отбасы бойынша. Сол қымбатты достар, түсіністер ғой, жалпы түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Сұрақтарыңызға толыққанды жауап беруге тырысып отырамын. Міне 4 категория. Шарттары, бастапқы жарна жөнінде, сертификат жөнінде айттым, несие мерзімін айттым, тек қана әкімдік соққан үйлерін ала аласыз дедім. Егер мүлде түсінбей жатсаңыз, мен осы YouTube каналымда прямое бронирование деген видео бар. Соны көрсеңіз түсінесіз, қалай әкімдік соққан үйлерге конкурсқа қатысады. Негізгі табыс ретінде не жататынын айттым. Негізгі табысыңыз болмаса, менің пособиям бар ғой деп сіз конкурсқа қатыса алмайсыз. Негізгі табысыңыз болған жағдайда ғана пособияны қосымша табыс ретінде тартсаңыздар болады. Мінекей барша мен сіздерге мысалдарды көрсетіп шығуға тырыстым. Ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Барша чаттарға, группаларға таратыңыздаршы. Шынында да енді бақыт отбасында көп балалар, толық емес отбасылар біліп жүрді. Мүмкіндік шектеулі баланы тәрбиелеуші отбасылар біледі ғой. Жетім бала категориясы бойынша кезекте тұрған жандармен бірінші, екінші категория бойынша мүмкіндік шектеулі жандар көбісі білмейді, осындай мүмкіндік бар екен. Таратыңыздаршы. Егер Астана қаласында тұратын болсаңыздар, бізге сопровождение келіңіздер. Біз бүкіл ипотекалық бағдарламалармен айналысамыз. Құдайға шүкір, осы именно тұрғын үй кезегі бойынша да айналысып жүргенімізге 3 жылдан асып кетті. Көптеген адамдарға қолғабыс болғанбыз. Келіңіздер, біз сіздерді толыққан сопровождать етеміз бағанағы. Төлем қабілеттіліктен жетіп тұрма, жетіп тұрған жоқ па, ертең конкурс үйлерге қатыстыруға қарапайым тілде айтқан кезде құтты болсын үйіңізбен деген кейін сіздермен бірге боламыз. Сопровождениенің бағасы қолжетімді. Шынымды айтсам, қарапайым халыққа ыңғайлы болсын деп бағаны да бір қатты бір жоғарылатпай ұстап отырмыз. Сол таратып қойыңыздар Мақсатпен YouTube каналына, подписаться басыңыздар. Әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.